экономисттер жар салып айтып жатыр, голландиялық дертке ұшыраған біздің экономика деп. Ал қазір сол 1 триллион қайда? Заводтар қайда? Біз сол бұрынғы шикізатқа тәуелділіктен құтылған жоқпыз. Дұрыс емес менеджерліктің салдары ғой бұның. 30 жылдың ішіндегі қалыптасқан олигархтық экономикалық модельді өзгерту өте қиын. НДС деген ол кедейлерге салынатын салық. КПН үнсіз қалды да осы жолы, сөйлемедік. Осы дивидендтен олар салық төлемейді. Банк саласындағы монополияны жою үшін қандай батыл қадамдар жасау керек? Қазақстан ірі корпорациялар, олигархтар үшін бір офшорлық аймаққа айналып кеткен. Неге біз ұлттық жоспарды депутаттар сілкілеп тұрып талдап қабылдамаймыз? Қазақстанның жаңа буржуазиясына нақты жаңа ойын тәртібін енгізу керек. Ол үлготалардың барлығы заңмен емес, кезінде жабық мемлекеттің үкімімен де жасалған. Назарбаев дәуірінен келе жатқан әңгіме. Бұл әңгіме осы күйінде жалғаса бере ме? Қашан тоқтайды? Армысыздар, Массагет арнасының көрермендері, бүгін біздің студиямызға мәжіліс депутаты Ерлан Биахметұлы келді. Сәлеметсіз бе аға? Армысыздар. Сіздің уақыт бөліп осы студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сізді қатты күттік, көп күттік. Сіздің өзіңіздің көтеріп жүрген мәселелеріңізді білеміз, өзіңізді жақсы танимыз, халықты жақсы таниды. Сондықтан халықтың, елдің ахуалын кеңінен талқылайық деп ойлаймын. Алдымен ел экономикасының ахуалы, соңғы өзгерістер, салық реформасына разысыз ба? Салық реформасы негізінде қажет. Бұл жердегі ең негізгі мәселе, мысалы үшін біз дамыған елдер дейміз ғой, экономикасы дамыған елдерде салық жинау жалпы ішкі жалпы өнімнің 20%-нан жоғары болады, 25%. Қазақстанда қазір осы ішкі жалпы өнімге шаққанда салықты жинау 15%-ға жетпейді. Бірақ бұл жерде бір кілтипан бар. Қазақстанда аяққа 30 жылдың ішінде олигархиялық топтарға біз тек қана экономикалық жеңілдіктер емес, сонымен бірге салықтықта жеңілдіктерді көп беріп қойғанбыз. Мысал үшін мен бірақ мысал айтайын. Мынау тау-кен саласы, Қазақстандағы тау-кен саласы аяқы 5 жылдың ішінде 8-де 2 триллион теңге дивиденд алған. Ал енді осы тау-кен саласына олардың өнімдерін темір жолмен тасымалдау бойынша үлкен жеңілдік бар. Бүгінгі таңда Қазақстан темір жолының пайда таба алмай жатқан себебінің бірі ірі экономикалық ойыншылар, оның ішінде ірі компаниялар, Қазақмыс бар, Евразиялық топ бар, басқа да топтар осы өздерінің өнімдерін басқа біреуге жеткізу үшін сол темір жолда өздеріне үлгота жасап алған. Бұл үлготалардың барлығы заңмен емес, кезінде жабық мемлекеттің үкімімен де жасалған. Қазіргі таңда, егер мен қателеспесем, осы әртүрлі экономикалық топтарға 400-ден астам осы салықтық жеңілдік бар. Былайша айтқан кезде Қазақстан ірі корпорациялар, олигархтар үшін бір офшорлық аймаққа айналып кеткен. Сондықтан біз осы салықтық реформаның аясында мынау халыққа НДС-ті көтерумен бірге осы олигархтардың да бүкіл жаңа жеңілдіктерін бәрін жоюымыз керек. Бұл жерде мынандай нақты мәселе бар, шынын айту керек. Бұл НДС деген ол кедейлерге салынатын салық. Өйткені оның түбінде киім-кешек, тамақ, жүретін жүріс үшін халық барлығы төлейтін болады. Біз НДС-ті төлейді дедік. Бірақ енді әлеуметтік әділеттік процесі бойынша біз осы өзіміздің байларға да салықты жоғары қоюымыз керек. Мынау экономикасы дамыған елдерде керісінше байлардың мемлекеттің экономикалық жағдайы үшін жауапкершілігі жоғары. Ал біз, мысалы үшін ескі Назарбаевтың кезінде, ескі президент Назарбаевтың айналасындағы экономикалық топтар жаңағы протекцияны пайдаланып, өздеріне көптеген жеңілдіктерді жасап алған. Бұл тау-кен саласына, мұнай саласына, банк саласына да
қатысты. Сондықтан бүгінгі таңда біз ең негізгісі міне осы әлеуметтік әділеттілікті екінші жағына қарастырып, сол байлардың экономикалық, салықтық жауапкершілігін арттыруымыз керек. Мынау реформаның тағы болып жатқан бір себебі, қазіргі таңда осы салықтың кодекстің ішіндегі әртүрлі мынау оңқол-шоңқолдарды пайдаланып, сол байлар қазір мынау кедейлердің деңгейінде салық төлеп жатыр. Өйткені мысалы үшін барлығы ИП ашып алады. Қазір егер ИП-лардың жаңағы артында кім тұр десеңіз, ең бірінші сол ИП-лардың артында мынау ірі бизнесі бар. Құрылыс компаниялары, әртүрлі мынау гостиницалар, әртүрлі ресторандар тұр. Әрине олардың табысы бүгінгі таңда өте жоғары. Сондықтан бұл реформаның ең негізгі мақсаты, менің ойымша, ірі кәсіпкерлер өздеріне тиесілі салықты толығымен өтеуі керек. Жақында ғана, мысалы үшін премьер-министр Бектенов BI группқа Беловишн компаниясына ескерту жасады ғой. Онан кейін олар лезде жаңағы өздерінің салықтарын төледі. Қанша? Миллиардтаған теңге қайтадан төледі. Олар, мысалы үшін өздерінің осы ескі салық кодексінің жаңағы осындай көлеңкөл тұстарын пайдаланып келгендерін өздері білет, түсінеді. Негізгі логика, міне ірі ойыншылар салықты сол өздеріне тиесілі дәрежеде төлеу қажет. Ал қазіргі салық жүйесі сол олигархтарға, сол құрылыс компанияларына, сол ірі жаңа гостиницаларға сол салықтан жалтарып кетуге мүмкіндік жасап отыр. Біз осыны жоюымыз керек. Ал екінші жағы, экономикалық маңызы жоғары салаларға, халықтың қалтасына тиіп кететін салаларға біз қосымша құн салығын әрине төмендету мәселесін. Сонымен бірге, мынау жаңағы қосымша құн салығы ретіндегі тіркеуге 15 миллион емес, қазіргі үкіметтің айтып отырғандай 30 миллионнан жоғарылату мәселесінің барлығын қазір біз үкіметпен бірлесіп қарастырып жатырмыз. Яғни осы реформаның аясында біз Қазақстанның қарапайым азаматтарының экономикалық мүдделерін біз қорғайтын боламыз. Енді қаншалықты сіздер осы жолы қорғай алдыңыздар? Дәл қазір салық кодексі парламентте, мәжілісте қаралып жатыр. Мен сол салық кодексін қарау жөніндегі жұмыс тобының мүшесімін. Қазір біз үкіметтің вариантына өзіміз мынандай ұсыныстарды енгіздік. Бірінші, қосымша салық төлемі ретінде, тіркеу ретінде 15 миллион емес, қазір үкіметтің айтып отырған 30 миллионға дейін оны арттыру біздің кіші бизнеске бір үлкен көмек болады. Екінші, халқымыздың қалтасына тиіп кететін сфераларға жаңағы осы НДС-ті диверсификация жасау, яғни кей кездерде НДС-тің мөлшерін төмендету. Және ең негізгісі, мынау Қазақстандағы ірі монополистердің, анау олигархтардың КПН дейді, корпоративті табыс салығын арттыру мәселесін. Онан кейін дивидендтерден салықты алу мәселесін. Және осы Қазақстанда жұмыс істеп жүрген резидент еместердің егер жылына 2,5 миллиард теңгеден табатын болса, олардың жеке табыс салығын жаңағы 17%-дан арттыру жөніндегі біз ұсыныстарды бердік. Міне осы ұсыныстар салық саласындағы тепе-теңдікті және біздің еліміздегі байлардың, олигархтардың осы салық төлеу дәрежесін арттыруға алып келеді. Әділеттілікті орнатуға мүмкіндік береді дейсіз ғой. НДС-ті түсіндік, шулады, халық ол туралы айтты. КПН үнсіз қалды да осы жолы, сөйлемедік. Бұл мәселе бойынша үкіметтің ұсынған варианты қандай болды? Қазір 20% деп отыр. Енді ол әртүрлі экономиканың сферасына өзінің белгілі бір ықшамдары бар. Енді біздің айтып отырғанымыз, мысалы үшін Қазақстанның жер асты байлығы ол Қазақстанның халқының меншігі конституция бойынша. Сондықтан бұл жаңағы металл, мұнай Қазақстанның халқының
сарқылатын ресурстары, яғни бітіп қалатын ресурстар. Сондықтан соны эксплуатация жасап жатқан азаматтардың Қазақстанның халқының алдында экономикалық жауапкершілігі жоғары болу керек. Міне сондықтан біз сол КПН-ді, яғни корпоративтік табыс салығын 25%-ға көтеру жөнінде қазір мәселені қойып отырмыз. Енді біз 20 ма 25 па? Өкімет 20 деп отыр. Енді біз қазір белгілі бір компромиске келеміз. Бірақ біз осы мәселені міндетті түрде біз салық кодексіне енгіземіз деп отырмыз. Екінші мәселе ол дивидендтер. Мысалы үшін жаңағы мен айтып кеттім ғой, осы аяққы 5 жылдың ішінде Қазақстанның тау-кен саласы 8,2% миллиард триллион теңге дивиденд алған. Бұл Қазақстанның қазіргі бюджетінің 1/3. Енді міне осы дивидендтен олар салық төлемейді. Неге төлемейді десек, олар өздерінің компаниялары жаңағы НДС-ті төлеген, басқасын төлеген, сондықтан бұл жаңағы өздерінің таза табысы деп отыр. Біз айтамыз, ол олай болмайды. Неге бізде өзіміздің таза табыстан төлейміз? Міне ол олай болмайды. Сондықтан біз дивидендтерден жаңағы міндетті түрде салық төлену керек. Неге? Сіз дұрыс айтып отырсыз. Сіз, мен, мына отырған азаматтар, содан кейін Машкевич, салықты біз осы бірдей мөлшерде төлейміз. Ал енді Машкевичпен сізді салыстыра алмаймыз ғой, мені салыстыра алмаймыз. Ол еще ол Машкевичтің қолына қазақтың байлығын беріп қойып отыр. Сондықтан олардың мынау мемлекеттің алдындағы экономикалық жауапкершілігі биік болу керек. Міне әділеттілік принцип дегеніміз міне осы. Біз қазір осы мәселелерді мынау салық кодексінің аясында қарастырып жатырмыз. Енді шынын айту керек, бұл өкіметпен мынау мәжілістің депутаттардың арасындағы белгілі бір дискуссия. Міне осындай дискуссия қазір болып жатыр. Міне осы дискуссияның нәтижесінде біз олармен белгілі бір компромиске келеміз деп ойлаймын мен. Ол компромисс дегеніміз былай. Яғни біз байлардың экономикалық, салықтық жауапкершілігін арттыруымыз керек. Міне мәселе осында. Онан кейін, мысалы, өзіңіз ойлап қараңызшы, олар дивидендтен салық төлемесе, олардың әртүрлі жаңағы өздерінің мынау жұмыстарына біз көптеген үлгот беріп қоятын болсақ, олар мысалы үшін Қазақстанда дайын өнім шығарып, соны экспорт жасауға оларға стимул болмайтын болса, олар қайдағы сонда Құдайдың бір еркесі. Біз қазіргі таңда солардың халық алдындағы жауапкершілігін экономикалық тұрғыдан жаңағы қалыптастыратын жүйе жасауымыз керек. Әрине, мемлекет болғаннан кейін салықты барлығымыз төлеуіміз керек. Өйткені салық дегеніміз ол мемлекеттің ең негізгі тірегі. Бірақ салық әділетті болу керек. Міне мәселе осында. Онан кейін екінші бір үлкен бір мәселе бар. Өкімет айтады, біз осы салық реформасының аясында 4 триллион теңге жиямыз дейді. Сол 4 триллион теңгені қайтадан экономиканы дамытуға жібереміз дейді. Міне осы жерде үлкен бір кілтипан бар. Мысалы үшін енді біз көптеген басқа елдердің мынау салық жүйесін жақсы білеміз ғой. Мен мысалы үшін өзім Оңтүстік Корея, Жапония, Қытай мемлекеттерінің салық жүйесін жан-жақты мен өзім зерттедім. Оларда экспорттық тәртіп деген ұғым бар. Яғни, мысалы үшін Оңтүстік Кореяда ана ірі корпорациялар автомобиль шығарып, соны экспортқа шығарса ғана оларға жеңілдік беріледі. Оңтүстік Корея тек қана автомобиль шығармайды ғой, тұрмыстық техника шығарады. Сонымен бірге Оңтүстік Корея мынау мұнайды өндіретін үлкен машиналарды шығарады. Міне осы 20 жылдың ішінде Оңтүстік Корея, оларда не мұнай жоқ, не газ жоқ, не металл жоқ өздерінде. Осы экспорттық тәртіп принципі бойынша қазір дүние жүзіне автомобиль шығару, сонымен бірге мұнай саласындағы машиналарды шығару, тұрмыстық техниканы шығарып экспорт жасау бойынша лидерге айналды. Сонымен бірге Жапония мемлекетін қарайық. Жапония мемлекеті осы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін оларда бірақ басымдылық болды. Өзінің дайын өнімін экспортқа шығару, шикізат емес, дайын өнімін экспортқа шығару. Міне
олардағы өнеркәсіп министрлігі ол жеке компанияларға тек қана егер олар өнімін халықаралық дәрежеде экспортқа шығаратын болса, соларға ғана кредиттік және салықтық жеңілдік беріп отырды. Стимул. Қытайда сол. Ал Қазақстанда не істедік біз? Қазақстанда 1991 жылы Қазақстанда ірі нысандар болған. Мысалы үшін жеңіл өнеркәсіп болды. Өздеріңізге белгілі, Алматыда Жетісу аяқ киім фабрикасы болды. Алматыда ірі кілем фабрикасы болды. Сонымен бірге Қазақстанда орта машина жасау дамыды. Қазақстанда прибор жасау дамыды. Сол заводтардың біреуі де қазір мысалы үшін жұмыс істемейді. Яғни біз 91 жылдан бастап қайтадан мынау ресурсқа тәуелділікке кетіп қалдық. Енді осы 30 жылдың ішінде Қазақстанда үдемелі индустриялы даму жөніндегі бағдарлама болды. Қазақстанда 30 корпоративті лидер деген бағдарлама болды. Міне осы бағдарламалардың барлығы сол Қазақстанда ірі кәсіпорындар шығарып, олар өзінің өнімін экспортқа шығарады деп бюджеттен ақша алған. Мысалы үшін 2020 жылға дейінгі мынау үдемелі индустриялық программаны жасау үшін 1 триллион теңге кеткен бюджеттен. Ал қазір сол 1 триллион қайда? Жаңағы заводтар қайда? Біз сол бұрынғы шикізатқа тәуелділіктен құтылған жоқпыз. Неге солай болып отыр? Өйткені біз мына өзіміздің стратегиялық ресурстарымызды алып алған олигархтарға сол өндірістің 4-5 айналымын, яғни дайын өнім өндіруге мемлекет стимул жасай алмай отыр. Жаңағы евразиялық топ дейміз. Мысалы үшін жаңағы Қазақмыс дейміз. Олар шетелге тек қана шикізатты шығарады. Сол шикізатты шығарады да, білесіздер ме, ана НДС-ті қайтадан мемлекет оларға қайтарып береді. Өйткені олар экспорттаушы болып есептеледі. Ал НДС-ті қайтару үшін сол ірі корпорацияларға тағы бюджеттен триллиондаған теңге кетеді. Енді өкімет осы экспорттық тәртіп принципін енгізу керек. Қандай да бір ірі кәсіпорын егер келесі өндірістік айналымның кәсіпорын жасамаса, оларға біз ешқандай жеңілдік бермеуіміз керек. Олар біздің халқымыздың жаңағы тиесілі жер қойнауларын эксплуатация жасап жатыр. Сол ақшаны олар дивиденд ретінде алып жатыр. Неге сол дивидендтер Қазақстандағы қайтадан өндірілетін завод үшін, қайтадан салық үшін, осы Қазақстанның мысалы үшін жаңа деңгейдегі өндіріс шығару үшін бір қайнар көз болмайды деген сұрақ болады. Менде мұндай сұрақ туындап тұр. Сіз айтып жатырсыз, бәрін жүйелі тыңдап отырмын. Біз осылай жеке олигархтардың салығын, ақшасын санап қашалықты жүре береміз. Қазір президент тапсырмасы бойынша барлық стратегиялық объектілерді қайтарып жатыр емес пе? Бізге қазір ArcelorMittalдан басқасы қайтпады. Неге? Біз осы шаруаны ретке қойып, олардың қалтасына емес, мемлекеттің қалтасына жұмыс жасамаймыз. Не үшін біз осы қырынан қарамаймыз мәселеге? Бұл жерде екі мәселе бар. Бірінші, мұнай корпорацияларымен жаңағы өнімді бөлу жөніндегі келісім ғой. Стати деген азамат бар. Стати деген азаматтың жаңағы кәсіпорнын алғаннан кейін Қазақстан мен ол азамат қазір соттасып, Қазақстан оның үстінен 500 миллион доллар шығынға сұрады. Қазақстанның жаңағы конституциясына байланысты халықаралық келісімдер ол халықаралық статусқа ие. Олар да ертең жаңағы өздерінің мысалы үшін кейбір қадамдарын жасайды. Сондықтан біз мысалы үшін мұнай саласы бойынша біз сол келісім шарттың күшін жоятын кезеңді қарастыруымыз керек. Ол жақындап қалды. Бір 2030 жылдан 30-34 кейбір компанияларда басталады. Сол кезде Қазақстанның халқының мүдделері тұрғысынан бұл келісім шарттардың барлығын қайта жасау керек. Қазірдің өзінде мемлекет жұмыс істеп жатыр. Негізінде мынау экология министрлігі осы мұнай алпауыттарын Қазақстанның экологиясына зиян келтіргені үшін жүздеген миллиард долларға қазір сотқа беріп жатыр. Бұл менің ойымша сол жаңағы Қазақстанның пайдасын қайтарудың жанама бір жолы ретінде қазір қарастырылып жатыр. Біз қаншалықты осы бюджетті
осылай салықпен толтырып жүре береміз. Сол сыбайлас жемқорлықтың құртын жеңіп, дертін емдемейміз бе? Экономистер жар салып айтып жатыр, голландиялық дертке ұшыраған біздің экономика деп. Біз осы дертті емдеумен айналыспаймыз ба? Мен сіздерге бір мысал келтірейін. 1985 жылы сол кездегі Советтер одағының министрлер кеңесінің төрағасы Николай Рожков 15 одақтас Қазақстан республиканың ішінде Қазақстанның экономикасы ең төмен деген. Неге? Сол кездің өзінде Қазақстанның экономикасы осы шикізатқа бағытталған. 40 жыл өтті. Негізінде әлі көп нәрсе өзгерген жоқ. Енді бүгінгі таңда осы Қазақстанның голланд ауруынан басқа бір деңгейге өту үшін жаңа мен айтқан экспорттық тәртіп принципіне өтуіміз керек. Яғни Қазақстандағы ірі біздің кәсіпорындар дайын өнім шығаруға бағытталу керек. Ол кәдімгі үлкен жұмыс. Біз өзіміздің дайын өнімімізді экспорттау деңгейіне шығара алмай, біз мынау голланд ауруынан құтыла алмаймыз. Сонан кейін әрбір мемлекеттің өзінің белгілі бір бейім салалары бар. Мысалы үшін Қазақстанда мұнай саласы. Біз мұнай саласын мұнай химия саласына айландыруымыз керек. Мұнай химия саласының өнімдерін халықаралық деңгейге шығаруға машықтануымыз керек. Ауыл шаруашылық саласы. Ауыл шаруашылық саласында Қазақстан бұл салада да тек қана шикізат шығарады. Орта Азия елдерінде тек қана бидай шығарамыз. Ал неге бізге сол ұн немесе сол ұннан ары қарай жаңағы өндірілген өнімді осы Қазақстанның өзінде шығарып, жаңағы сол өнімдерді экспортқа шығармасқа? Бізге қазір міне ірі осындай кәсіпорындармен нақты бір келісімдерге келу керек. Егер бұл азаматтар осы өздері сол өздерінің өндірісін экспортқа бағыттап, және ең негізгісі дайын өнімді экспорттамайтын болса, онда оларға мемлекет көмектеспеуі қажет, және ең негізгісі онда біз ол жерге басқа азаматтармен де келісім шарт жасауымыз керек. Одан басқа ешқандай жол жоқ. Біздің өнімдер мынау дүниежүзілік деңгейде бәсекеге қабілетті болып және экспортқа бағытталған кезде ғана біз осы Қазақстанның өзіңіз айтқан голланд ауруынан айырыла аламыз. Одан басқа дүние жүзінде бірде-бір мемлекет одан басқа жолды жасаған жоқ. 70-ші жылдары мынау екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Батыс Европа елдері, Германия, Франция экономикалық әлеуеті қалай көтерілді? Дүниежүзілік соғыстан кейінгі Франция, Германия, Жапония үшеуі де тек қана өзінің өнімдерін, дайын өнімдерін экспортқа бейімдеді. Дайын өнім ол кезде мысалы үшін Германияның машиналары өздеріңізге белгілі Mercedes, Volkswagen деген, онан кейін тұрмыс бұйымдары әртүрлі осы күнделікті қажеттік тұрмыс бұйымдарының барлығы сол мысалы үшін Батыс Европа елдерінде шығарылды. Міне осындай жаңағы мәселелер олардың экономикасын дамытудың триггері болды. Ал Қазақстанға біздің шикізатымыз негізінде біздің байлығымыз, біздің артықшылығымыз. Бірақ сол шикізатты дайын өнім ретінде шығаруға дағдылануымыз керек. Алюминий саласы. Неге алюминий саласынан біз соның дайын өнімін шығармаймыз? Неге? Мысалы үшін бір парадокс бар. Біз мысты чушка ретінде Турцияға сатамыз. Олар сол чушкаларды алады да Турция, Қытай. Содан бізге дайын кабель, дайын жаңағы сол қайтадан қымбатқа өзімізге сатады. Неге сол жаңағы кабельді немесе неге сол шушкадан кейінгі екінші проводник дейді, соларды осы Қазақстанның өзінде шығармасқа? Өкімет соған стимул жасау керек. Қай саланы алмасаңыз да сол ғой. Мұнайыңыз бар, ураныңыз бар, жаңағы Қарағанды өңіріндегі металдың түр-түрі бар, алтыныңыз бар, барлығы осы жағдайда. Енді қазір уран бойынша таблеткаларды Қазақстан сатады. Таблетка деген дайын өнім. Ол енді бәрібір де басы ғой. Назарбаев дәуірінен келе жатқан әңгіме. Бұл әңгіме
осы күйінде жалғаса бере ма, қашан тоқтайды? Қазіргі салық реформасының түпкі мақсаты ол қаржыны жиып алу емес. Ол сол түскен қаржыны Қазақстанның дайын өнімін жасауға қабілетті экономикаға жұмсау. Ол үшін бізде кәдімгі адресті түрдегі жұмыс істеуіміз керек. Адресті түрдегі жұмыс дегеніміз, енді кейбіреулер бізге айтады, егер сіздер осында айта берсеңіздер, ертең инвесторлар бізден қашып кетеді деп. Шынын айту керек, егер Қазақстанның мынау бүгінгі таңдағы табиғат ресурстарын эксплуатация жасай беретін инвестор болатын болса, олардың бізге қажеті жоқ. Қазір біз Қазақстанның ішінде ұлттық буржуазия бар. Олардың өздері дайын өнім өндіруге қазір машықталған. Өкімет соған жағдай жасау керек. Жаңа мен айтып отырмын ғой, жағдай жасау дегеніміз ол Инвесторды сырттан іздеудің қажеті жоқ дейсің. Ойын ережесін өзгерту керек. Ойын ережесі дегеніміз ол анық. Мен айтып отырмын ғой. Мысал үшін, егер сен тау-кен саласында дайын өнім шығарсаң, саған өкімет көмектеседі, шығармасаң көмектеспейді. Егер сен мұнай саласында, мұнай химиясына, немесе одан да ары қарай жоғары сатыға көтерсең, өкімет саған көмектесу керек. Ол үшін белгілі бір өкіметтің пейілі керек. Мынау олигархиялық топтарды ары қарай лоббировать етуді тоқтату керек. Оларға нақты міндет қою керек. Егер ол міндет орындалмайтын болса, онда олармен басқаша сөйлесу керек. Басқаша сөйлесудің бір әдісін ана жол Бектенов өзі көрсетті ғой. Яғни әкімшілік тұрғыда да сөйлесу керек. Сонымен бірге экономикалық тұрғыда да стимул жасау керек. Одан басқа жол жоқ. 30 жыл олигархтар мен билік екеуі бір-біріне ауыр жаласып кеткендіктен оларға өкімет ешқандай талап қоя алмаған. Өйткені талап қоятын болса, ертең келеді айтады, мынау сен мынаны үйтіп істемеңдер деп. Қазір өкімет енді осы олигархтарға, сонымен бірге Қазақстанның жаңа буржуазиясына нақты жаңа ойын тәртібін енгізу керек. Ойын тәртібі дегеніміз ол өте бір жағынан қарапайым, екінші жағынан ол негізінде өте күрделі. Яғни біз қай салада болмасын, ауыл шаруашылық саласында, тау-кен саласында, мұнай саласында, машина жасау саласында тек қана дайын өнімді сыртқа шығаруға машықтануымыз керек. Бұл үлкен жұмыс. Өйткені мынау халықаралық дәрежеде маркетинг жасау керек. Біз халықаралық дәрежеде қандай тауарлардың басымдылық беретінін анықтауымыз керек. Завод салуға біз әртүрлі мамандар тартуымыз керек. Міне қазір осындай нақты жобаларға өкімет нақты жұмыс атқару керек. Өкінішке орай, бұрын неге бұлай болмады деген сұраққа мен бірақ жауап айтайын. Өйткені мынау 90 жылдардың басында біздің бүкіл шикізат ресурстарын, Қазақ мысты, Евразиялық группа бар, Өскемендегі мырыш заводы бар, титан магний заводы бар. Олардың барлығы сол кездегі мемлекеттің басшылығымен ауыз жаласып кеткен. Сондықтан оларға өкіметтің сендер байсаңдар деп айтуға пәрмені болмаған. Олар сол жаңа Қазақстанның шикізатын шығарып отырып, содан пайданы тауып, барлығы бөлісіп отырған. Міне нақты шындық осында. Енді біз басқаша кірісуіміз керек. Енді мына Қазақстанда дайын өнім шығаруға атсалысуымыз керек. Ішіндегі мына олигархтар арасындағы жаңағы өзіңіз айтып отқан мемлекетпен, билік басшылығымен ауыз жаласып кеткен дүниелер әлемдік деңгейде уже талқыланып жатыр ғой қазіргі уақытта. Біздің сыбайлас жемқорлық туралы бүкіл әлем біледі. Біздің Қазақстанның абыройы осындай, имиджі осындай болды. Инвесторлар бұдан қашып отырған жоқ па? Бұл жерде екі мәселе бар. Енді біріншіден қазір шетелден инвестиция тартудың өзі қиын. Өйткені инвестор дегеніміз ол бір жағдан алып сатар. Бұл халықаралық дәрежедегі алып сатарлар, олар мына турбулентті заманда осындай дамушы елдерден қашады. Сондықтан Қазақстанда қазір инвестор деген ұғымның өзінің мәнін өзгерту керек. Яғни Қазақстанның ішінде осы Қазақстанның стратегиялық салаларына өзінің ақшасын салып, осы дайын өнімді шығаруға қабілетті өзіміздің ұлттық буржуазия өкілдері бар. Қазір біз инвестор ретінде
осы өзіміздің ішкі ұлттық буржуазияны шығаруымыз керек. Соларға біз үндеу жасауымыз керек. Жігіттер, мемлекет өзіміздікі. Мынау заманның ағымы мынау. Осы біздің балаларымыздың болашағы үшін сіздер мен біздер енді бұрын жаңағы жүрдік, байыдық, енді ары қарай осы Қазақстанның экономикасын басқа деңгейге шығаруға сіздермен бірге жұмыс істейік деп біз мысалы үшін сондай үндеу жасауымыз керек. Олигархтар, Қазақстанның бұрынғы олигархтары, олар өздерінің мынау халқымыздың аузын жырып алған ақшасын олар жаңағы осы біздің мемлекетімізді дамытуға, қайтадан салуға олар мүдделі емес. Олармен егер оларға нақты тапсырма беріп орындайтын болса орындау керек, орындамаса олармен менің ойымша жаңағы әкімшілік әдістермен де сөйлесу керек. Сонымен бірге жаңа мен айтқандай осы Қазақстанның ішіндегі біз жаңа кәсіпкерлер шығаруымыз керек. Менің ойымша біздің халқымыз өте талантты, сонымен бірге кәсіпке бейім, интеллектуалдық деңгейі жоғары. Менің ойымша жаңа кәсіпкерлер егер өкімет көмектесе шығады. Солармен бірге осы жаңа экономикалық модельді жасауымыз керек. Дұрыс емес менеджерліктің салдары ғой бұның барлығы. Осы күнге дейін осы қайта өңдеудің дұрыс жолға қойылмай келе жатқаны. Қабілетті билік пе қазіргі билік? Қалай ойлайсыз? Бұны бір нақты нәтижеге жеткізетін жағдайға қашан келеміз? Осы мәселе бойынша біз қазір қалыптасып қалдық. Негізгі проблеманы білеміз. Шынын айту керек, мынау 30 жылдың ішіндегі қалыптасқан олигархтық экономикалық модельді өзгерту өте қиын. Өйткені олар тек қана биліктің ішіне дендеп кетпеген. Олар жаңағы бүкіл кәсіпорындардың барлығы солардың қолында ғой, шынын айту керек. Кәсіпорындардың барлығы солардың қолында. Ірілі ұсақты дейсіз ғой. Олардың артында үлкен ұжымдар бар. Сондықтан олардың жаңағы әлеуметтік деңгейінде мысалы үшін шайқалтып жіберу оңай. Шынын айту керек ғой. Сондықтан бізге қазір осы жаңа ойын тәртіптерін басқаша түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Сонымен бірге халыққа да түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Міне қазір мысалы үшін осы салық реформасы іс жүзіне асатын болса, осы салық реформасының аясында біз осыны пайдаланып, жаңағы мен айтқандай міндетті түрде мынау экспорттық тәртіп мәселесін қарастыруымыз керек. Және ұлттық буржуазияны көтеріп, осы Қазақстанның мынау стратегиялық нысандарын, оның ішінде осы тау-кен саласында, мұнай саласында енді қорықпай біз сол өзіміздің қаракөз азаматтарымызға беріп, солармен бірге жұмыс істеуіміз керек. Менің ойымша қазір одан басқа ешқандай басқа выход жоқ. Өйткені халықаралық инвесторлар дегеніміз, оны шын айту керек. Олардың осы Қазақстанды, тәуелсіз Қазақстанды экономикалық дамыту туралы олардың мүддесіне кірмейді. Олардың мүддесі тек қана пайда табу. Жаңағы сіз айтып отырсыз, өзіңіз қаракөз азаматтардың қолына беруіміз қажет деп. Сол қаракөз азаматтар ұлттың қайда бара жатқанын, экономиканың қайда бара жатқанын, қай бағытқа қаражаттың жұмсалатынын, салынатынын білсе, олар да әзірленіп, өздерінің идея ойларымен келеді ғой. Осы тұрғыда неге біз ұлттық жоспарды депутаттар сілкілеп тұрып талдап қабылдамаймыз? Бізге қазір ірі сондай бір жаңағы бағдарламаларды жариялаудан аулақ болу керек. Мысалы үшін 1997 жылы Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы болған. Қазақстан барыс болады деп сол кездегі президент Назарбаев жариялаған. Міне 2030 жыл келді. Қазақстан барыс болды ма жоқ па? Ол жағы әлі белгісіз. Сондықтан біз нақты индикативтік түрде ойлауымыз керек. Президент Тоқаев өзінің бір сөзінде нақты айтты. Бұл салық реформасы, бұл бірінші қадам. Салық реформасы іс жүзіне асқаннан кейін біз еліміздің индустриалды дамуының жаңа бір бейнесін жасауымыз керек. Яғни осыдан кейін нақты тағы бір қадам болады. Енді қазір мысалы үшін Қазақстанның экономикасының стратегиялық түрдегі ойлау жұмысы қазір жүріп жатыр.
Мен бірақ мысал келтірейін, атом энергетикасы. Бүгін президенттің жарлығымен атом энергетика агенттігі құрылды. Президент Қазақстанда бір емес 3 атом электр станциясын салу қажет деді. Бұл өте дұрыс. Неге? Өйткені атом электр энергетикасы ол Қазақстанның экономикалық базисін өзгертеді. Бізде жаңа экономикалық сала пайда болады. Біздің балаларымыз жаңа мамандықтарды игеріп, ондаған мың жұмыс орындар пайда болады. Бұл тек қана энергия мәселесі емес. Бұл әлеуметтік және ең негізгісі осы бағаннан бері екеуміз талқылап отырған Қазақстанның экономикасын сапалы басқа бір деңгейге көтерудің мәселесі. Өйткені атом энергетикасының ар жағында Қазақстанның жаңа буындары пайда болады. Мысалы үшін кейбір зерттеулер бойынша атом энергетика нысаны салынатын сол аймақтың өзіне миллиардтаған доллар қосымша инвестиция келеді. Өйткені ол жерге атом энергетикасын қалыптастыратын, онымен қарым-қатынас жасайтын, оған көмектесіп тұратын, оның әлеуметтік мәселесін шешетін көптеген жаңа секторлар пайда болады. Оның барлығы ертең осы жаңа экономиканың дамуына себепкер болады. Сондықтан бізде кешенді жұмыс қазір жүріп жатыр. Бұл салық реформасы соның бір сферасы ғана. Және осы салық реформасынан кейін әрине біз барлығымыз оны көтеретін боламыз. Осы біздің жаңағы экспорттық әлеуетті дамыту мәселесі және ең негізгісі ұлттық буржуазия. Бізге жаңа тұрпаттағы ұлттық буржуазияны қалыптастыру керек. Менің ойымша, Қазақстанның экономикасының локомотиві сол азаматтар ғана бола алады. Және оларға тек қана алдамсыратып ауыл шаруашылығын, немесе бір сауда-саттықты беріп қоймай, Қазақстанның стратегиялық ресурстарына қолжетімділік жасау керек. Мен бірақ мысал келтірейін. Мысал үшін мына оңтүстік Кореяда 4-5 ірі Чеболе деген бар корпорациялар. Солардың бүкіл басшылардың барлығы оңтүстік Корея өздері кәрістер. Мысал үшін Малайзияны моделін алатын болсақ, Малайзияның бүкіл ұлттық буржуазиясы шетелден келмеген, тек қана сол жергілікті азаматтар. Оларда мүлдемге басқаша істеген. Олар өзінің экономиканың мынау әртүрлі секторларын тек қана жергілікті азаматтарға беріп, 30 жылдың ішінде солар экономиканы алып шыққан. Бізге де солай істеу керек, өйткені әлі де кеш емес. Бізде қазір мынау экономиканың мәнін түсінетін жастар пайда болды. Соларға мемлекеттік мүмкіндік жасауымыз керек. Сіз өзіңіз қазір инженерингте жұмыс жасадыңыз. Біздің өндірістік аймақтарда жылдан жылға апаттар азаятын емес. Олигархтардың, қалталылардың қалтасына кетіп жатқан біздің байлық, оның артында қарапайым халықтың қазасы бар. Бірінші орында тұрған Қарағанды облысы 500 оқиға тіркелген. Кешегі күні ғана 46 шахтер кетті Арселорда. Міне бір ай болды, Қазақмыста болды. Оның алдында жазда Ферросплавта адам қазасы болды. Бұл бер жағы ғана. Владимир Ким, Ерлан Нығматуллин, тағы да басқа біздің олигархтар артында тұр. Бұлардың тапқан қаражаттарын қазір қарап отырсаңыз, тек қана миллиардпен, триллиондармен ғана есептейміз, дұрыс па? Не үшін біз бұл қауіпсіздік саласына қатысты технологияны жаңарту, халықтың саулығы үшін сұрауын жасай алмай отыр билік? Сұрауын біз қазір енді депутаттар нақты қазір заңдарға өзгеріс енгізіп жатырмыз ғой. Бұл жердегі ең негізгі екі мәселе бар. Бірінші мәселе, енді мен бағана басында айтып кеттім ғой, мына 30 жылдың ішінде бұрынғы билік пен олигархтар ауыз жаласып кеткен. Тағы соның кері дейсіз ғой. Сондықтан мынау ірі кәсіпорындарда осындай техногендік апат болатын болса, жауапты тек қана орта деңгейдегі менеджмент. Мысалы үшін заводтың директоры немесе сол заводтың құрылтайшысы жауап бермеген. Бізге енді осы техногендік осындай апаттарға сол
заводтың тікелей басшылығының жауапкершілігін енгізу керек. Бұл жерде нақты бір 2-3 қадам керек, сол 2-3 қадамды қазір қарастырып отырмыз. Ол бірінші, осы заводтың басшылығының тікелей жауапкершілігін енгізу, және екінші үлкен мәселе, ол Қазақстанда жалпы техногендік проблема бар. Өйткені бүкіл заводтардың барлығы 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдары салынған, жаңартылмаған. Ертең Қазақстанда тағы бір үлкен проблема болады. Бүгінгі таңда Қазақстандағы бүкіл өндірістің 60% қазір жаңармаған. Міне осы мәселесі бойынша да біз осы қазір құрылтайшылардың өздерінің жауапкершілігін енгізуіміз керек. Қазақстанның бүкіл қалаларында коммуналдық жаңағы дүниелердің барлығы, біздің канализациялық жүйелердің барлығы шіріген дедік та, биыл тағы да бюджеттен 10 миллиард ақша алдық ол үшін. Ұлттық сол үшін жоба құрдық та қайттан жаңартамыз деп. Енді барлық осы заводтардың жүйесін, оның ішіндегі жаңағы технологияларды жаңарту мәселесіне келгенде де тағы да бұл біздің үкіметтің қалтасынан шықпайтын шығар. Үкіметтің қалтасынан шығаруға болмайды. Бұған тек қана инвестиция тарту керек. Және екіншісі сол заводтардың иелерінің жауапкершілігі болу керек. Бүкіл пайданың барлығын олигархқа беріп, бүкіл шығынды мемлекетке жүктейтін заман кеткен. Ол заманды біз қайтадан алып келмейміз. Бұл кезінде бұл олигархтардың бір үлкен бір ұраны болған, пайданы приватизация жасап, шығынды мемлекетке іліп қою. Міне осы принциптен біз қазір мүлдемге арылдық деп айтуға болады. Біз қазір осы қандай да бір проблема болса, оны сол олигархтардың өздері шешуін, жаңағы жүйесін қазір енгізуді өкіметтен нақты талап етіп отырмыз. Және бұл жерде Қазақстандағы бүгінгі негізгі проблема бюджеттің дефициті. Осы мынау олигархтардың салықты төмен төлеуі, сонымен бірге жаңа үшінші айтып кеткендей, осы өндірістік инфрақұрылым. Бұл осы үш мәселе бойынша да біз қазір шешімді дайындап жатырмыз. Және мына көптеген азаматтар білмейді, оның барлығы реалды режимде ғой. Қазір мынау мәжілістің бүкіл жұмысының барлығы ашық, пленарлық жаңа заседанияның барлығы бүкіл Қазақстан бойынша ашық жүреді. Халық оның барлығын көріп отыр. Және мына салық реформасы бойынша, басқа да мәселелер бойынша біз бүкіл халықпен тікелей байланыстамыз. Сондықтан әрине проблема бар, бірақ оларды шешудің амалдарын барлығымыз бірге жасауымыз керек. Осы банк саласындағы монополияны жою үшін үкімет пен парламент қандай батыл қадамдар жасау керек? Бұл банктердің барлығы мынау бұрынғы президент Назарбаевтың айналасындағы азаматтарға тиесілі. Оны барлығымыз жақсы білеміз. Енді 30 жылдың ішінде бұл банктер жаңағы ең негізгісі мынау шетелден Қазақстанның осы банктеріне конкуренция жасамас үшін банктерді кіргізбеген. Сонан кейін осы Қазақстанның ішінде мынау банктердің процентін биіктетіп, кәдімгіше халықты сүліктей сорып отырған. Қазіргі таңда банктың саласындағы үш проблеманы айтатын едім мен. Бірінші, проценттің жоғарылуы, екінші, капиталдың жеке адамдардың қолында шоғырлануы, және үшіншісі, банк саласындағы бәсекелестіктің жоқтығы. Осы жаңағы мұнай саласындағы сияқты сверх бүкіл пайданың барлығын жаңағы олигархтардың қалтасына кетіп жатуы. Міне осы мәселелердің барлығын шешудің амалдары былай. Бірінші, Қазақстанға халықаралық дәрежедегі банктерді енгізу керек. Егер олар келіп Қазақстанда белгілі бір мына бәсекелестік болатын болса банк саласында, онда процент азаяды. Екінші, Қазақстанның банктері өндірісті мүлдемге жаңағы қаржыландырмайды. Олар мынау халыққа тұрмыстық кредит беріп, содан тек қана жаңағы пайда тауып отыр. Осы банк саласын өндірісті қаржыландыруға бұру керек. Бұл үшін де үкімет пен ұлттық банктың бірлескен нақты шешімдері болуы қажет. Және үшінші үлкен мәселе, осы банктердің иелері жаңағы өздерінің дивидендтерінен салық төлемейді. Міне осыны біз
Қазақстан қазір осы жақын арада Қазақстанға банк туралы заңның жобасы бізге келеді. Міне сол жобаның аясында мен айтқан осы 4 мәселені шешудің амалдарын жасаймыз. Осы Назарбаевтар әулетіне тиесілі банктер, шетелдік активтерді елге қайтару мәселесі енді әлі күнге дейін талқыланып бітпей жатқан дүние ғой. Бірақ механизмдері ашық емес. Бұл мәселе тек саяси ұпай жинау үшін жасалынып жатқан сияқты көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді бұл жерде үлкен мәселе, мысалы үшін өздеріңізге белгілі ғой, қазір Тимур Кулебаевтың көптеген активтері қайтарылып жатыр мемлекетке. Алматыдағы ірі университет қайтарылды, басқа да оның нысандары қазір қайтарылып жатыр осы билікке. Басқа да олигархтардың жаңағы активтердің барлығы қайтып жатыр. Менің ойымша, бұл жерде ешқандай бір популизм ештеңе жоқ. Мен өзім осы мәселемен айналысып жатырмын. Осы өткен жылдың ішінде жалпы 2 триллион теңге қайтарылды. Бұл қомақты ақша. Жалпы. Оның ішінде осы активтерді қайтару жөніндегі комиссияның жұмысы, антикордың жұмысы барлығы қарастырған кезде 2 триллион теңге қазір мемлекетке қайтты. Енді бұл жұмыс ары қарай заң аясында жүре береді. Дәлелденген мәселелер бойынша болатын болса, мысалы үшін біз онымен айналысамыз. Сенімді дейсіз ғой? Енді бұл бағытта баяу, бірақ жүріп жатыр. Қазақстанның экономикасы өте жоғары деңгейде және әділетті болу керек. Біз әділетті мемлекет құруымыз керек. Қазақстанның осыншама табиғи ресурстары бола тұра, Қазақстанда кедейлер саны көбеюі керек. Яғни Қазақстан әлеуетті экономикалық деңгейі жоғары, халқының әлеуметтік деңгейі, полюсы жаңағы бір-біріне сәйкес келетін, байлар мен кедейлердің арасындағы арақашықтық өте ұзақ емес, сондай қоғам болуы керек. Біз негізінде соған талпынып жатырмыз. Иә, сөзіңіздің түйіні біздің мемлекет тек әлеуметтік емес, әлеуметтік әділетті саясатпен жүру керек дейсіз ғой. Иә. Әңгімеңізге рахмет аға. Сіздерге рахмет.